Сәлем оқушылар, бүгін біз сіздермен 15-ші параграфтың есептерін шығаратын боламыз. Бұл бізде геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессияның түсіндіруін сіздер басқа видеодан қарасаңыздар болады. Ал бұл жерде біз тек қана есептерін шығарамыз кітаптағы. Так, 15 екінші есеп бізге айтады, V1 тең болады 18-ге, Q тең болады 9-дан 1-ге, және B7-ні тап дейді бізге. B7-нің формасын жазайық, алдымен B-ның формасын есімізге түсірейік. B-н тең болады V1 көбейтілген Q-дің n-1 дәрежесі ғой. Демек, V7 тең болады V1 көбейтілген Q-дің 7-1 дәрежесі. Сонда бұл дегенім V1 бізде 18, Q бізде 9-дан 1, 7-ден 1-ді айтсам 6 дәрежесі деген сөз. 18 дегенім 2 мен 9-ның көбейтіндісі, 1-дің 6 дәрежесі 1, 9-ның 6 дәрежесі деп қойылдыра салайық біз. Яғни мына жерде 1 бөлінген 9-ның 6 дәрежесін біз ашқан кезде 1-дің 6 дәрежесі және 9-ның 6 дәрежесі ашамыз. 1-дің 6 дәрежесі 1, яғни 1-ді өз-өзіне көйте берсек бір шығады ғой, мұнда 9-ның 6 дәрежесі қалып қалады деген сөз, иә? Сосын мына жерде 9-ның біреуі мен 9-ның 6 дәрежесінен біреуі қысқарады, сонда мұнда 9-ның 5 дәрежесі алады екен бізде. Демек, жауап болады 2 бөлінген 9-ның 5 дәрежесі деген сөз. Бұл біріншісі еді. Екіншісін шығарайық. Екіншісі бізде айтады, V1 тең болады 64, Q тең болады 4-тен 1, V5 тең болады белгісіз. V5-дің формуласы V1 көбейтілген Q-дің 5-1 ғой, яғни 4 дәрежесі. Бірден жазып кетейік біз. Сонда 64 көбейтілген 1 бөлінген 4-тің 4-ші дәрежесі. 64 деген 4-тің кубы, 1-дің 4 дәрежесі 1, 4-тің 4 дәрежесі деп қалдыра салайық. Сонда 4-тің кубы полны кетеді, мынаның 1 дәрежесі алып қалады, яғни бізде 1 бөлінген 4 шығады деген сөз. Үшіншісі, V1 тең болады 4-ге, Q тең болады -2-ден 1-ге, V8-ді табу керек. V8 тең болады V1 көбейтілген Q-дің 7-ші дәрежесі, яғни 4 көбейтілген -2-ден 1-дің 7-ші дәрежесі. 4 деген 2-нің квадраты, 7 дәреже минусты жоймайды, сондықтан алдына жібереміз. Көбейтілген 1-дің 7 дәрежесі 1, 2-нің 7-ші дәрежесі. Квадрат пен 7 қысқарады, сонда мұнда 5 дәреже қалады, сонда 2-нің 5 дәрежесі 32, және алдында минусы бар. Төртінші, V1 тең болады -625-ге, Q тең болады -5-тен 1-ге, V9 табу керек дейді. V9-ды табу үшін біз V1-ді көбейтеміз Q-дің 8-ші дәрежесіне. Яғни -625 көбейтілген -1-дің 8-ші дәрежесі. 8 дәреже дегенім жоқ қой, сондықтан мына минусты жойып жібереді. Сонда 625 деген 5-дің 4-ші дәрежесі көбейтілген 1 бөлінген 5-дің 8-ші дәрежесі. 4 дәреже полны кетеді, 8 дәрежені 4-еу кетеді, 4-еу қалады. Бөлінгенде дәрежелер азайтылады. Сонда мынау деген -1 бөлінген 5-дің 4-ші дәрежесі, яғни ол -1 бөлінген 625 деген сөз. 15-2 осымен бітті. Келесі 15-те 3-ті бастаймыз. 15-те 3-тің біріншісі. 15-те 3-ші есепте бізге геометриялық прогрессиясы беріледі және V1 табу керек. Яғни V3 тең 18 дейді, Q тең 3-тен 1 дейді, V1 белгісіз. V1 табу үшін біз V3-тің формасын ашайық. V3 тең болады V1 көбейтілген Q-дің квадраты. Енді осы жердің орнына Q-ді қояйық. Q бізде 3-тен 1-дің квадраты тең болады V3 бізде 18-ге тең. Осы жерден V1-ді көбейтеміз. 1-дің квадраты 1, 3-тің квадраты 9 тең 18-ге. 9 бөлініп тұр, екінші жаққа көбейту өтеді, яғни 18 көбейтілген 9 болады. Сонда мына жаққа көбейту өтіп кетті. Сонда V1 тең болады 9, 8, 72, 7 сойда, 9 бөлініп 9, ойда 7 мен 16. Демек, жауап 162 екен. Екіншісін шығарайық. Екіншісінде V6 64 дейді, Q 4-тен 1 дейді. Және V1 табу керек. Дәл солай V6-ның формасын жазып алайық. V1 көбейтілген Q-дің 6-1, яғни 5 дәрежесі. Q-дің дәрежесі біреуге кем жүреді. Оны мен сабақта түсіндіргенде айтқан болатын. Сол видеоны қарасаңыздар болады. V1 өзі тұрады. Q-дің орнына 4-тен 1-ді қоямыз, және оның 5-ші дәрежесі тең болады. V6-мыз бізде 64. Ашып шығайық. V1 көбейту 1-дің 5 дәрежесі 1, 4-тің 5 дәрежесі 4-тің 5 дәрежесі деп қалдыра тұрақ бақашта 64, 4-тің 64 болып тұра жүрсін. V1 көбейтілген тең болады 64 көбейтілген 4-тің 5 дәрежесі.
4-тің 5 дәрежесі дегені ол 4-тің квадраты көбейтілген 4-тің квадраты көбейтілген 4 қой. Мынау деген 16, 256 қуып кеттім. Калькулятормен көре салайықшы, қиналмай. Келесі ашамыз. В1 көбейтілген 1-тің 5 дәрежесі 1, 4-тің 5 дәрежесі бізде 1024 тең болады 64-ке. В1 тең болады 64 көбейтілген 1024. В1 тең болады 64-та 1024-ке көбейтеміз. 64-ті 1024-ке өтсем 65536 шығады екен. Келесі үшінші. В8 берілген екен. 16 Q тең минус 2-ден 1 дейді. В1-ді табу керек. В8-ді ашып аламыз. В1 көбейтілген Q-дің 7-ші дәрежесі, яғни біреуге кем жетеді. В1 көбейтілген Q-дің орнына минус 2-ден 1-ді қоямыз. 7-ші дәрежесі, 7 дәреже, мына минусты жоймайды қазір. Тең болады 16-ға. Сонда В1 көбейтілген B минус 1 бөлінген 2-дің 7-ші дәрежесі, ол бізде 128 тең болады 16. В1 тең болады 16 көбейтілген минус 128. В1 тең болады 16-ны 128-ге өйтсек 2048 шығады екен. 2048-ге. Төртіншісі В7 тең болады минус 375. Q тең болады минус 5-тен 1. В1-ді табу керек. Bir белгісіз. В7-дің формасын ашамыз. В1 көбейтілген Q-дің 6-шы дәрежесі. В1 көбейтілген минус 5-тен 1-дің 6-шы дәрежесі тең болады минус 375-ке. В1 көбейтілген 6 дәреже минусты жойып жібереді. Сонда 1-дің 6 дәрежесі 1, 5-тің 6 дәрежесі бізде болады 15625 екен. Тең болады минус 375. В1 тең болады минус 375 көбейтілген 15625. В1 тең минус өтеміз 375-ке 5.859.375-ке тең болады екен. Сол кезде В1-іміз. 15-4-те Б-ның геометриялық прогрессиясындағы болса, онда Q-ды табыңдар дейді. Q-дің формуласы ол бізде V2 бөлу V1 немесе V3 бөлу V2, яғни қатар тұрған мүшелерді бөлеміз ғой бір-біріне. V5 бөлу V4 деген сияқты кете береді. Біріншісінде бізге беріліпті V2, жоқ, кешіріңіздер. Біріншісінде бізге беріліпті V1 тең болады 18-ге, V2 тең болады 54-ке. Табу керек Q дейді. Q-ды табу үшін біз V2-ні V1-ге бөле саламыз. Яғни 54-ті бөлеміз 18-ге тең болады 3. Бітті. Екіншісі. V2 тең 33 дейді. V3 тең 44 дейді. Q-ды табу үшін V3-ті бөлеміз V2-ге. Яғни 44-ті бөлеміз 33-ге. Бұлар 11-ге қысқарады. Сонда мұнда 4 қалады, мұнда 3 қалады. Яғни 3-тен 4 немесе 1/3-тен 1-ге тең екен. Үшіншісі. V2 тең болады минус 13. B3 тең болады 169. Q табу керек. Q тең болады V3 бөлінген V2. Яғни 169 бөлінген минус 13 тең болады минус 13. Төртіншісі. V5 тең болады 0,4. V6 тең болады минус 0,8. Q белгісіз. Q табу үшін V6-ны бөлеміз V5-ге. Минус 0,8 бөлемін 0,4-ге. Үтір бір санға жылжиды. Мына жер үтір бір санға жылжыса, мына үтір де бір санға жылжиды. Сонда минус 0,8 бөлінген 4 болады. Ал 0,8 4-ге өлсем, ол 0,2 деген сөз. V1 тең болады 3 түбір асты 2. Q тең болады минус түбір астында 2. Болса, B7-ні тап дейді бізге. B7-нің формуласы V1 көбейтілген Q-дің
алтыншы дәріс, яғни бірді айтамыз. Сонда 3 түбір асты 2 көбейтілген минус түбір асты 2-ның 6-шы дәрежесі екен. Сонда 3 түбір асты 2 көбейтілген. Енді қараңдар, мына жерде 6 дәреже минусты жойып жібереді ғой. Жып болған үшін, түбір асты 2-ның 6 дәрежесі дегені, ол түбір асты 2-ның квадраты және сыртына куб деп жасақ болады ғой. Өйткені бізде формула бар. А n көбейтілген n болатын болса, n мен m көбейтіледі деген сөз. 2 мен 3 көбейтілсе 6 шығады, Ал мына квадрат мына түбірді жойып жібереді, сонда 2-ның бізде кубы қалады деген сөз. Жақсы ма? Сонда мына жерде 2-ның кубы қалады екен бізде. 2-ның кубы дегенім ол бізде 8, Сонда мынау деген 3 түбір асты 2 көбейтілген 8. Ол тең болады, мына жерде 3 пен 8 көбейтіп жібереміз, 24, түбір астында 2-ге тең болады дейді екенбіз. Бір бітті. 2 v1 тең болады минус 2 түбір астында 3, q тең болады 3, v5 белгісіз. Q тең 3-ке емес, түбір асты 3-ке тең екен. v5 тең болады v1 көбейтілген q-дің 4-ші дәрежесі. Тең болады минус 2 түбір асты 3 көбейтілген түбір асты 3-дің 4-ші дәрежесі. Ол тең болады минус 2 түбір астында 3 көбейтілген түбір асты 3-дің 4 дәрежесі дегенім, ол жаңағыдай түбір асты 3-дің квадраты, сыртында тағы да квадрат деген сөз. Сонда квадрат жойады оннан. Демек 3-дің квадраты, яғни 9 қалады деген сөз. Сонда көбейту 9 екен мына жерде. Минус 2-ні 9-ға көбейтсе, минус 18 түбір астында 3 шыға келеді. Келесі үшінші. v1 тең түбір асты 2, q тең минус 1 бөлінген түбір асты 2. Табу керек v6 дейді. v6-ның формуласын ашып жіберейік. v1 көбейтілген q-дің 5-ші дәрежесі, v1 бізде түбір асты 2 бөлінген минус 1 бөлінген түбір асты 2-ның 5-ші дәрежесі, минус жойылмайды, демек алдына жібереміз. Түбір асты 2 көбейтілген 1-дің 5 дәрежесі 1, түбір асты 2-ның 5 дәрежесі. Енді мына түбір асты 2 мен мынаның біреуі қысқарады, сонда мында 4 дәрежесі қалады. 4 дәрежеміз бағана көреміз ғой, 2 көбейту 2 деп алсақ болады. Сонда 2 дәреже түбір жойылады, 2 дәреже қалып қалады. Сонда 1 бөлінген 2-ның квадраты, яғни 1 бөлінген 4. Алдында минус бар ұмытып кеттік. Төртіншісі, v1 тең болады 1 минус түбір астында 2, q тең болады 1 плюс түбір астында 2. Табу керек v3 дейді. v3 тең болады v1 көбейтілген q-дің квадраты. v1 бізде 1 минус түбір астында 2, v3 бізде 1 плюс түбір астында 2-ның квадраты. Мына жерде 1 плюс түбір асты 2-ні қысқаша көбейту формуласы бойынша ашсақ болады ғой, бірақ мен ашқым келмей тұр. Сондықтан мен бүйтем. 1 минус түбір асты 2 квадрат дегенім, яғни а квадрат болатын болса, а көбейту а ғой. А енді егер менде жақшаның квадраты болса, яғни жақша көбейту жақша деген сөз ғой. Мен сөйтіп ала саламын. 1 қосылған түбір асты 2 көбейтілген 1 қосылған түбір асты 2 дей саламын. Сол кезде маған мына екеуі формула береді. А квадрат минус б квадрат деген, ашылған кезде а минус б, а плюс б деп ашылушы еді ғой. Сондықтан сол формуланы көріп қоямыз да, мына жерде формуланы жаба саламыз. Ол 1-дің квадраты минус түбір асты 2-ның квадраты, мына жақта 1 плюс түбір асты 2-ның біреуі қалып қалады. Тең болады 1-дің квадраты 1, азайтылған түбір асты 2-ның квадраты 2, түбір жойылып кетеді. 1 қосу түбір асты 2. 1-ден 2-ні азайтса минус 1 қалады, Минус 1 жазылмайды бізде, сондықтан 1 плюс түбір асты 2 қалады. Осылай қалдырсақ болады, немесе минус 1 минус түбір асты 2-ні деп жазсақ та болады. Болды. Осымен есеп аяқталды. Келесі 15-те 6. Біріншісі v1 тең 0,6, q тең 2. Алғашқы 5 мүшесін жазамыз дейді, яғни v2-ні жазу керек. Бізге v1 көбейтілген q ол тең болады 0,6 көбейтілген 2, яғни 1,2. v3 тең болады v1 көбейту q-дің квадраты ғой негізі, бірақ біз қолданайық бетейік. v2-ні q-ға көбейте салмаймыз ба? Сонда 1,2 көбейтілген 2 болады, дағы 2,4 болады. v4 тең болады негізгі формасы v1 көбейтілген q-дің кубы. Бірақ мен 2-ның кубын тауып отырғым келмейді. Сондықтан мен айтамын, v3 көбейтілген q дей саламын. Сонда ол деген 2,4 көбейтілген 2 болады, ол 4,8 бола салады. v5 тап десе, яғни v1 көбейтілген q-дің 4 дәрісі негізгі формасы, бірақ біз v4 көбейтілген q деп ала саламыз. Сонда бұл деген 4,8 көбейтілген 2 болады, ол деген 9,6-ға тең болады. Болды, бітті. 5 мүшеде 5 мүшесін жазып тастадық. Екіншісі.
v1 тең болады минус 1,2, q тең болады 3-тен 1. Мынау бізге кемелі прогресс екен қазір, кеміп кетеді екен. v2-ні табайық. v2-ні табу үшін v1-ді көбейтеміз q-ға. Яғни минус 1,2-ні көбейтеміз 3-тен 1-ге. Мына q қысқарады, осында мұнда 0,4 қалады. Сонда минус 0,4 болады екен. v3-ті табу үшін v1-ді көбейту керек q-дің квадратына, немесе v2-ні көбейту керек q-ға. v2 бізде минус 0,4 қой. 10 көбейтеміз 3-тен 1-ге. Мына q қысқармайды ғой енді. Сондықтан 0,4-ті бөлшектеріне жазайық. 0,4 ол 10-нан 4, немесе 5-тен 2 десек болады екен. Біз 5-тен 2 деп алайық. 5-тен 2 көбейтілген, минус 5-тен 2 көбейтілген 3-тен 1 болады. Қысқармайды ештеңе, асты көбейтіледі, үсті минус 2 болып қалады екен. Келесі, сонда минус 15-тен 2 шықты. v4-ті табайық. Ол деген v1 көбейтілген q-дің кубы, немесе v3 көбейтілген q. Сонда v3 бізде минус 15-тен 2 көбейтілген q бізде 3-тен 1. Бұл жерде де бізде ештеңе қысқармайды, сондықтан көбейте саламыз. Асты 45 болады, төбесі 2 болып қала береді. Келесі v5 табамыз. Ол үшін біз v1-ді q-дің 4 дәрісіне көбейтеміз, немесе v4-ді q-ға көбейте саламыз. Сонда минус 45-тен 2-ні көбейтеміз 3-тен 1-ге. Яғни ол болады бізде 3 5 15 бір ойда, 4 12, ойдағы мен 13, төбесінде 2. Осылай қала береді екен. Барлығына минус қойдым, қойдым. Келесі, үшіншісі. v1 тең болады минус 27, q тең болады минус 3-тен 2. Оны қос плюс минус деп чередоваться етіледі екен. Кеттік. v2, v1 көбейтілген q, яғни минус 27 көбейтілген минус 2 бөлінген 3. 3 пен 20 қысқарады 9, минус көбейтен плюс 9 2 18. v3 тең болады v1 көбейтілген q квадрат, немесе v2 көбейтілген q. v2 бізде 18, көбейтеміз минус 3-тен 2-ге. 3 пен 18 қысқаратында 6 алады, 6 мен 8-ге көбейтсе минус 12. Басым символды. v4 тең болады v1 көбейтілген q-дің кубы, немесе v3 көбейтілген q. v3 бізде минус 12, көбейтеміз минус 3-тен 2-ге. 3 пен 12 қысқаратында жерде 4 2-ге көбейтеміз, 8 минус пен плюс береді. v5 табамыз, ол үшін v1-ді q-дің 4 дәрісіне көбейтеміз, немесе v4-ді көбейте саламыз q-ға. v4 бізде 8, оны көбейтсем 3-тен 2-ге, бұл жерде ештеңе қысқармайды. Қысқармайды. Сонда ол тең болады минус 8 2 16 бөлінген 3, немесе минус 5,3-тен 1 екен. Келесі 4-ге кеттік. Бізде 4-те v1 тең 3,6-ға, q тең 6-дан 1-ге дейді. v2 3,6 көбейтілген, формула жазбаппын. v1 көбейтілген q тең болады 3,6 көбейтілген 6-дан 1. Q-ны қысқартам, 0,6. 0,6 бірге өтсем 0,6. v3-ті табайық. v1 көбейтілген q квадрат, немесе v2 көбейтілген q. v2 бізде 0,6, көбейтеміз 6-дан 1-ге, мына q қысқарады, сонда 0,1 болады. v4 табайық. v1 көбейтілген q куб, немесе v3 көбейтілген q. Сіздер мен сияқты бүкіл формуланы жазып отпасаңыздар да болады, если жоқ, хорошо? Егер апайларыңыз сұраса, жазыңыздар, апайларыңыз сұрамаса, жазбай қойсаңыздар да болады. Мен түсінікті болу үшін жазып жатырмын қазір. v3 бізде 0,1, q бізде 6-дан 1. Бұл жерде уже ештеңе істемейміз, сондықтан айналдырамыз. 1 бөлінген 10, көбейтілген 1 бөлінген 6. Сонда ол 1 бөлінген 60 болады екен. v5 табамыз. v5 бізде v1 көбейтілген q4, немесе v4 көбейтілген q. v4 бізде 1 бөлінген 60. Оны көбейтеміз. q-мыз біздің 6-дан 1. Сонда 1 бөлінген 360 болады екен. Бітті. 15-те 7. 15-те 7. Геометриялық прогрессияның екінші мүшесі 6-ға тең. v2 тең 6. Прогрессияның алғашқы 3 мүшесінің көбейтіндісінің мәнін табыңдар дейді. Яғни біз 1, 2, 3-тің көбейтіндісін тап дейді бізге. Давайте v2-ні ашып қойықшы. v2 дегенім v1 көбейтілген q-дің өзі, осы бізде 6-ға тең болып тұр қазір.
Ана жерге жазып қоя салайық. V1 көбейтілген Q тең болып тұр 6-ға деп. Енді давайте біз сіздермен нелерді ашайық. Мынаны ашайық. Мынадан не шығады екен? Бұдан бізде V1 көбейту, V2 деген V1 көбейтілген Q, V3 деген V1 көбейтілген Q квадрат, е? V1-ді V1-ге, оны V1-ге өтсем, V1-дің кубы болады. Көбейтілген Q-ді Q квадратқа көйтсем, Q-дің кубы болады. Сол кезде бізде Q сыртқа шығарып жесек болады ғой. Сонда V1 көбейтілген Q-дің кубы десек болады екен, е? А V1 көбейтілген Q бізде 6-ға тең болып тұр ғой мұнда. Сондықтан біз оны жаза алады екенбіз 6-ның кубы деп. 6-ның кубы бізде неше еді? 36 көбейтілген 6 ғой. 6 16 бір 36 бір ойда 6 18 216 екен сонда жауап. 15-те 8-де геометриялық прогрессияның үшінші мүшесі түбірасты 3-ке тең дейді. 3 тең түбірасты 3. Прогрессияның алғашқы 5 мүшесін көбейтіндісін табыңдар. Бұл да жаңағындай болу керек. V3 тасып жіберейік сразу. V3 тең болады V1 көбейтілген Q-дің квадраты. Осы бізде түбірасты 3-ке тең болып тұр. Осыны қоршап қояйық. Біз осыны апарып орнына қоятын боламыз. Алғашқы 5 мүшесін көбейтіндісін тап дейді. V1 көбейтілген V2 көбейтілген V3 көбейтілген V4 көбейтілген V5 тап деп тұр бізге. Давайте ашып шығайық. V1, V2 деген V1 көбейтілген Q, V3 деген V1 көбейтілген Q квадрат, V4 деген V1 көбейтілген Q-дің кубы, және V5 деген V1 көбейтілген Q-дің төртінші дәрежесі. Енді қараңыздар, V1-ден бізде нешеу бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу ғой. Сонда ол деген болады екен V1-дің 5-ші дәрежесі. Енді Q-ді есептейік. Үшеу, 1-ге 2-ні қоссам 3 қой, 3-ге 3 қоссам 6, 6-ға 4 қоссам 10, е? Сонда Q-дің 10-шы дәрежесі болады екен. Көбейтілгенде дәрежелер қосылады. Сондықтан мен дәрежелерін қосып отырмын қазір. Енді қараңыздар, мына жерден сіздермен 5-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейікші. 5 кетті, V1-дің өзі қалды, е? Q-дің 10 дәрежесінен 5 дәрежесі кетіп қалатын болса, 10-ды 5-ке бөлеміз, яғни 2 дәрежесі қалады да, сыртына 5 дәреже шығып кетеді екенбіз деп айтып. Ал бізде мына жерде айтты ғой, V1 көбейтілген Q квадрат тең түбірасты 3-ке деді ғой. Осыны келеміз, енді V1 Q квадраттың орнына қоя салады екенбіз. Сонда бізде шығады екен түбірасты 3-дің 5-ші дәрежесі. Ол деген не? 3-дің 5-ші дәрежесі дегенім 3-дің 4 дәрежесі 81 ғой. 81-ді 3-ке көбейтсем 243, е? Ол дегенім 243 болады, е? Немесе біз оны жазып аламыз. 81 көбейтілген 3 деп, сосын 89 түбірасты 3 болады екен сонда жауап бізде. Үшінші мүшесі минус 8-ге, 5-ші мүшесі минус 32-ге тең болатын геометриялық прогрессияның алғашқы 5 мүшесін жазыңдар дейді. B3 тең болады минус 8-ге, B5-ші мүшесі. B5 тең болады минус 32-ге. Негізін ол 8 пен 32 ол 2-ні дәрежелер ғой. Сонда біздің V1-іміз 2 болып тұр ғой бұл жерде. Алғашқы 5 мүшесін жазыңдар дейді. Бірақ оны біз былай табады екенбіз. V3 тасып жіберейік. Ол деген V1 көбейтілген Q-дің квадраты тең болады минус 8-ге. V5 ташамыз, V1 көбейтілген Q-дің 4 дәрежесі тең болады минус 32-ге. Сосын мына екі бөлшекті бір-біріне бөліп тастаймыз. Сонда V1 мен V1 қысқарады ғой, Q квадрат кетеді, мұнда 2 дәрежесі қалады, Q-дің. 8 пен 32 қысқарады, мұнда 4 қалады, минус пен минус тоже кетіп қалады қысқарып. Сонда бізде қалады екен 1 бөлінген Q квадрат тең болады 1 бөлінген 4-ке. Пропорциямен ана жаққа көбейтіледі. Сонда Q квадрат тең болады 4, Q тең болады плюс минус 2 деген сөз. Бізден сұрады алғашқы 5 мүшесін ғой, сондықтан біз V1 табуымыз керек. V1 табу үшін ана орнына апарып қоямыз. Сонда бізде жаңа айттық қой, V1-те V1 көбейтілген Q квадрат тең минус 8-ге дедік қой. Сосын Q-дің орнына плюс минус 2-ні әкеп қояйық. Плюс минус 2-ні әкеп қоятын болсақ, ол бізде квадрат болады дағы. Минус 8 болады. Квадрат минус тоже жүреді. V1 көбейтілген 4 тең болады минус 8-ге. V1 тең болады минус 8 бөлінген 4-ге. V1 тең болады минус 2-ге дейміз. Сонда бізде V1-іміз шығады екен минус 2, Q-іміз шығады екен плюс минус 2. Енді бірінші деп қояйық мына жерге V1 тең минус 2-ге және плюс Q-ді алайық мына жерден. Сосын мына жақта екінші ада, яғни V1 минус 2-ге және Q плюс минус 2-ге дегенді аламыз. Кеттік, V1 бар, V2-ні табайық. V2 деген V1 көбейтілген Q, яғни минус 2 көбейтілген 2 тең болады минус 4. V3-ті табайық. Ол үшін V2-ні Q-ға көбейте саламыз біз. Минус 4-ті көбейтем 2-ге, яғни минус 8. Келесі V4-ті табайық. Ол үшін біз V3-ті көбейтеміз Q-ға. Минус 8-ді көбейтеміз 2-ге, тең болады минус 16.
v5 табайық. Ол үшін v4-ті көбейтеміз q-ға, яғни минус 16-ны көбейтеміз 2-ге, тең болады минус 32. Енді минусымен қараймыз екінші жағдайда. Бұл жерде v2 тең болады минус 2 көбейтілген минус 2, яғни плюс 4. v3 тең болады минус, бұл жерде v2 көбейтілген q деген формулаға пайдаланамыз. 4 көбейтілген минус 2, яғни минус 8. v4 тең болады v3 көбейтілген q, сонда минус 8 көбейтілген минус 2, 16. Және v5 тең болады v4 көбейтілген q, яғни 16 көбейтілген минус 2 тең минус 32. Сіздерде q плюс минус 2 шыққандықтан міндетті түрде өйстіп екі жағдаймен қарастырамыз. Жақсы ма? Келесі 15-те 10. Үшінші мүшесі v3 тең болады 3-ті біраз 3-ке. v3 тең болады 3-ті біраз 3-ке. 5-ші мүшесі 9-ті біраз 3-ке. Геометриялық прогрессияның алғашқы 5 мүшесін жазыңдар. Давайте v3-ті ашып жіберейік. v1 мен q керек бізге осының алдымен. v3 дегені v1 көбейтілген q квадрат тең болады 3 бөліп 2 біраз 3-ке. v5 тең болады v1 көбейтілген q-дің 4-ші дәрежесі, ол тең болады 3 9-ті біраз 3-ке. 9-ті біраз 3-ке. Енді екеуін бір-біріне бөліп тастайық. Сонда мына жердегі v1 мен v1 қысқарады, q квадрат пен аның екеуі қысқарады, екеуі қалады. Түбірас 3 пен түбірас 3 қысқарады, 3 мен 9 қысқарады, сонда мұнда 3 қалады бізде. Демек бізде не қалды? 1 бөлінген q квадрат тең болады 1 бөлінген 3. q квадратты мына жаққа пропорциямен, 3-ті мына жаққа пропорциямен көбейтеміз. Q квадрат тең болады 3-ке, q тең болады плюс минус түбірасты 3-ке деген сөз. Апарып орнына қоямыз. Біз жаңа айттық, v3-ті ашқанда v1 көбейтілген q квадрат тең болады 3 түбірасты 3-ке дедік қой. Осы жерге келіп қоямыз. v1 көбейтілген плюс минус деп қоя берейік. Сразу түбірасты 3-тің квадраты тең болады 3 түбірасты 3-ке. Квадрат плюсты да, минусты да жойып жіберіледі. Сондықтан v1 көбейтілген 3 тең болады 3 түбірасты 3. Квадрат түбір жойып жіберді. v1 тең болады 3 түбірасты 3 бөлінген 3. Мына көбейтуін екінші жаққа бөлу өтті. 3 пен 3 қысқарады, сонда v1 тең болады түбірасты 3-ке. Енді біздің жауабымыз сонда шығып тұр екен. v1-іміз тең түбірасты 3, q-іміз тең болып тұр плюс минус түбірасты 3. Плюс минус түбірасты 3 болып тұрғандықтан біз сіздермен плюсында, минусында қарастырамыз деген сөз. Жоқ, мына жерде қараңыздар, v3 деп тұр ғой, егер біз минусы болатын болса, мысалы v3-те бізде v1 көбейтілген q-дің кубы ғой. Егер сіздерде минус болатын болса, на куб, мына жерде тұрған минусты жоя алмай қалатын еді ғой. Сондықтан біз q плюс 2-ке тең деп алады екенбіз. Өйткені біздің v3-іміз плюс шығып тұр. Яғни q-ді тең біз плюс түбірасты 3 деп аламыз, минус түбірасты 3-ке тең емес деп аламыз. Өйткені бізде ол қанағаттандырмай қалады есептің шартын. Сондықтан біз мына жерде сіздермен плюс минус емес, просто плюс түбірасты 3 деп ала саламыз. Так, кеттік ары қарай. Бізге 5 мүшесін жазып шығу керек. v1-іміз бар бізде түбірасты 3, q-іміз бар бізде түбірасты 3. v2-ні табайық. v2 деген v1 көбейтілген q, яғни түбірасты 3 көбейту түбірасты 3, түбір мен түбір көбейтілсе жойылады дағы, бізде 3-тің өзі шығады. v3 дегенім v2 көбейтілген q, яғни 3 көбейтілген түбірасты 3. Яғни ол қалады, 3 түбірасты 3 болып. Келесі v3. v4. Ол дегенім бізде v3 көбейтілген q. Яғни 3 түбірасты 3 көбейтілген түбірасты 3. Түбір мен түбір жояды ғой бір-бірін, сонда 3 көбейтілген шығады, одан 9 шығады. Және v5, ол v4 көбейтілген q. Яғни 9 көбейтілген түбірасты 3 тең болады 9 түбірасты 3 болып қалып қалады. Бітті. 192, 48, 12 геометриялық прогрессияның 6-шы және 5-ші мүшесін жазыңдар дейді. Біріншісі 192, 48 және 12. Жақсы, v1-іміз бізде тең 192-ге, v2-іміз тең болып тұр 48-ге, және v3-іміз тең болып тұр 12-ге. Давайте сіздермен q-ді табайық біз. Q-ді табу үшін біз v2-ні бөлеміз v1-ге. Немесе v3-ті бөлеміз v2-ге. Маған қазір v3-ті v2-ге бөлген ыңғайлы болып тұр, сондықтан мен мынаны қолданамын. 12-ні бөлемін 48-ге, қысқартып жіберейік 12-ге.
үстіне 1 бөлінген 4 болады екен. Демек q бізде 1 бөлінген 4-ке тең екен. Енді 6-шы мүшесін табыңдар дейді. Бізге v6 керек екен. v6 тең болады v1 көбейтілген q-дің 5-ші дәрісі. v1 бізде 192 көбейтілген q бізде 4-тен 1 және оның 5-ші дәрежесі. 192 көбейтілген 4-тен 1-дің 5-ші дәрежесі. Мен қазір есімде жоқ 5 дәрежесі неше екендігін, бірақ мен былай жазыламын ғой. 4-тің кубы көбейтілген 4-тің квадраты десем болады ғой, 3-ке 2-ні қоссам 5 шығады ғой өйткені. Или жоқ, мен бүйтіп нақты жазайын, түсінікті болу үшін. 4-тің 5-ші дәрісі, 1-дің 5-ші дәрісі 1, сосын мен бұны бүйтіп аламын. 192 көбейтілген 1, 4-тің кубы және 4-тің квадраты деймін. 4-тің кубы менде 64, 4-тің квадраты менде 16. Давайте 16 мен 192-ні қысқартып жіберейік. Нешеге қысқартсақ болады? 4-ке қысқара ма екен? 192 мен 4 қысқарады, мына жерде 48 қалады, ал 16-ны 4-ке бөлсем 4 қалады. 4 пен 48 тағы да қысқарады, мына жерде 12 қалады. Сонда бізде 12 бөлінген 64 қалды. Бұл тағы да 4-ке қысқарады. 12-ні 4-ке бөлсем 3, 64-ті 4-ке бөлсем 16. Сонда 16-дан 3 шығады екен v6-мыз. Енді бізге n-ші мүшесінің формуласын жазыңдар дейді. n-ші мүшесінің формуласы ол бізде bn ғой. bn-нің формуласы v1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі ғой. Демек біз айтамыз bn тең болады 192 көбейтілген 4-тен 1-дің n-1 дәрежесі. Немесе 192 көбейтілген 1 бөлінген 4-дің n-1 дәрежесі десек те болады екен. Болды, осылай қалдырсақ болады. Енді прям ашқыларыңыз келіп тұрса, n-1-ді ашып жүрсеңіздер болады. Егер n-1-ді ашсаңыздар, егер n-1-ді ашатын болсаңыздар, ол деген 192 көбейтілген 4 бөлінген 4-дің n дәрежесі болуы мүмкін. Сосын бұл жерде 192 мен 4-ті көбейтіп жіберуге болады ғой енді. Сонда 768 болады. 768 бөлінген 4-дің n-ші дәрежесі десек те болады екен. Негізі мына жерден тоқтасаңыздар да болады. Мына жерден тоқтасаңыздар да болады, мынада тоқтасаңыздар да болады, либо былай жазып тастасаңыздар да болады. Енді өз жүрек қалауларыңыз. Қайсын айтса соны жазыңыздар. Келесі екіншісі. Так, екіншісінде бізге берілген екен 9-дан 64, 3-тен 32 дейді, арғайдым жоқ. Яғни v1 бізде 9-дан 64, v2 бізде минус 3-тен 32 екен. Q-та олайық, ол үшін біз v2-ні бөлеміз v1-ге. Мен андай бөлу түрінде аласылам, ыңғайлы болғандықтан. Сосын ол бөлуді көбейтуге алмастырып жіберем. 9 төбеге кетеді, 64 астына кетеді, қысқартып жіберейік. Мұнда 3 қалады, әке қысқарады, 2 қалады. Сонда минус 3 бөлінген 2 немесе 1,5 деп те алсақ болады екенбіз бұны. Бірақ бөлшек түрінде кете берсін, ыңғайлы болады. Енді бізге бұның 6-шы мүшесін табу керек. v6 тең болады v1 көбейтілген q-дің 5-ші дәрежесі. v1 бізде 64 бөлінген 9, q бізде минус 3 бөлінген 2-нің 5 дәрежесі. 5 дәреже минус жоймайды, яғни 64 бөлінген 9 көбейтілген минус алдына жіберіп қояйық. 3-тің 5 дәрежесі ол бізде 243, иә? Ал 2-нің 5 дәрежесі ол бізде 32. 64 пен 32-ні қысқартып жіберейік. Мұнда 2 қалады. 243 пен 9 қысқара ма? Қысқарады, иә, негізі. 9-3-ке бөлсем 3, 243-ке бөлсем 81 ғой. 81 мен 3 қысқарады, 27. Сонда бізде қалады екен минус 2 көбейтілген 27, ол тең болады 2 7 14, 2 4 4, 5 минус 54. Енді бізге bn-нің формасын жазу керек. bn тең болады v1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі дедік қой. vn тең болады v1 бізде 9-дан 64, q бізде минус 2-ден 3-дің n-1 дәрежесі. Енді ана минус 1-ді біз бөліп алайық сіздермен. Осылай қалдырсаңыздар да болады. Бірақ кейбір мұғалімдер ағаш деп айтуы мүмкін, сондықтан минус 2-ден 3-дің n дәрежесі, иә, бөлінген минус 2-ден 3-дің 1 дәрежесі деген сөз. Неге бөлінген десеңіздер, минус дәрежелер қай уақытта азайтылады? Яғни негіздер бөлінген кезде, яғни ан бөлінген ан болатын болса, осы кезде бізде дәрежелер азайтылады деген заң бар ғой. Осы заң үшін біз мына жерде бөлу қылып алдық. Так, ары қарай істесек, бұл деген 9-дан 64 көбейту минус 2-ден 3-дің n дәрежесі көбейту минус 3 бөлінген 2. Ой, ауысатын.
2 бөлінген 3 көбейттім ғой өйткен. Сол кезде қысқаратын ештеңе жоқ қой. Демек көбейтіп жібереміз. 9 3-ке көбейтеміз 27, 64 2-ге көбейтеміз 128, минус 6-ға кетеді, көбейтілген минус 2-ден 3-тің, ойбай, кешіріңіздер, байқамай қалдым. 2-ден 3-тің n-ші дәрісі екен. Болды, бітті осымен. Негіздер жандарыңыз қинамай, бірінші бастапқысы бар ғой, мына бір жерші. Осы жерден де тастап кетсеңіздер болады, по идее, ешкім ештеңе демейді сіздерге. Бірақ ашсаңыздар да болады. Ашқандарыңыз өздеріңізге жақсы. Келесі үшінші есеп. Так, кеттік. В1 тең болады минус 2, 3, 4, В2, 0, 0, 1 және В3 минус 0,100-ден 1. Q табу үшін мен V3-ті V2-ге бөлемін. Маған сол оңайырақ болып тұр. V3 менде 0,01, V2 менде 0,001. Үтірі білесіздер ғой, үтір 3 санға жылжиды, значит, мына жерде 3 санға жылжиды, енді 0 қосамыз бір, 10 бөлінген 1 болады, ол бізде минус 10 береді, алдында минус бар екен, Сосын бізге V6 керек. V6 тең болады V1 көбейтілген Q-дің 5-ші дәрісі. Давайте мына бар ғой, 10-ның дәрісімен жазылайықшы, Мынау деген 10-ның 1, 2, 3, 4 дәрежі, осында 10-ның минус 4-ші дәрісі болады V1 дегенімше. Көбейтілген Q-дің минус 10 ғой, минус 10-ның 5-ші дәрежесі. Енді 5 дәреже минус жоймайды, сондықтан алдына жібереміз. 10-ның минус 4 дәрежесі қосылған 5 дәрежесі тең болады минус 10-ның 1-ші дәрежесі, яғни жауап минус 10 шығады деген сөз бұл жерде. Келесі b-ның формуласын жаздайды. V-ның формуласы 10-ның минус 4-ші дәрежесі көбейтілген минус 10-ның n минус 1-ші дәрежесі. Жанында жасап жібереміз. 10-ның минус 4-ші дәрежесі көбейтілген минус 10-ның n дәрежесі бөлінген 10. Яғни минус 1 дәреже болсын бөлінген қылып жібердім. Мына 10-ның төбе шыққанда ол қосылады ғой. Сонда ол деген 10-ның минус 5-ші дәрежесі көбейтілген минус 10-ның n-ші дәрежесі болады екен. Болды. Дәреже дұрыс жазбадым мен. n дәреже сыртында тұру керек. Мына жерде біз ашып жібере алмаймыз. Яғни 10-ның минус 5 қосылған n дәріс деп жаза алмаймыз. Өйткені біз ол жерде 10-ымыз минус бола ма, плюс бола ма білмейміз ғой. Ол n-ға байланысты ғой. N жұп бола ма, тақ бола ма, соған байланысты минус өзгеру мүмкін 10-ның алдындағы, сондықтан осылай қалдырып кете береміз. Төртіншісі 2 минус 2 түбірасты 2, 4 деп кеткен екен. V1 тең 2-ге, V2 тең минус 2 түбірасты 2-ге, V3 тең 4-ге. Q табу үшін V2-ні V1-ге бөлейік. Минус 2 түбірасты 2 бөлінген 2, қысқарады, сонда минус түбірасты 2 қалады екен бізде. V6-ны табайық. V1 көбейтілген Q-дің 5-ші дәрежесі. Тік. Ол дегенім 2 көбейтілген минус түбірасты 2-ның 5-ші дәрежесі. 2 минус дәреже алдына шығып кетеді, 5 дәреже жоямайды өйткені. Түбірасты 2-ның 5 дәрежесі деген ол түбірасты 32 деген сөз ғой. 32 деген 16 көбейтілген 2 емес па? 16-дан сонда 4 шығады ғой бізде. 2 көбейтілген 4 түбірасында 2 деген сөз екен. Сонда 2-ні 4-ке өйтіп жүрсем, минус 8 түбірасында 2 шығады деген сөз. Енді BN. BN тең болады V1 көбейтілген Q-дің n-1-ші дәрежесі. Яғни BN тең болады V1 бізде 2, Q бізде минус түбірасты 2-ның n-1-ші дәрежесі. Мына жерде ештеңе істемей қалай жүрсіз. Бәрібір түбірден құтыла алмаймыз. Сондықтан қала берсін. 2 x2 x3 0,25 болатын 4 мүшеден құралған геометриялық прогрессия берілген. Прогрессияның x2 x3 мүшелерін табыңдар дейді. V1 бізде 2-ге тең, V2 бізде x2-ге тең, V3 бізде x3-ге тең, және V4 0,25-ге тең. 0,25 дегенім 1 бөлінген 4 қой. Өсіп қалдырып кете салайық. Екінші V2 мен V3 таптап тұр бізге. Давайте V4 ашып жіберейік. V4 тең болады V1 көбейтілген Q-дің кубы. Осы жерге V1-ді орнына қойып, сонда 2 көбейтілген Q куб тең болады V4, яғни 1 бөлінген 4-ке. Q куб тең болады 1 бөлінген 2 көбейтіліп тұр ғой, значит астына түседі ғой. Сонда 4 көбейтілген 2 болады, Сонда Q куб тең болады екен 1 бөлінген 8-ге. Q тең болады 8 деген ол 2-ден 1-дің кубы емес па? Q куб тең болады 2-ден 1-дің кубына, куб пен куб бір-бірін жояды. Сонда Q тең 2, ойбай, кешіріңіздер.
q тең 2-ден 1-ге болады дейміз. Осы жерден q-ді тауып алдық. Енді v2-ні табайық. v2 тең болады v1 көбейтілген q, яғни v1 бізде 2 көбейтілген 2-ден 1 тең болады 1. 2-мен 2 қысқарып кетті. v3-ті табайық. v1 көбейтілген q-дің квадраты, яғни 2 көбейтілген 1 бөлінген 2-дің квадраты. Былай алып квадрат қойымыз керек негізі. Ол тең болады бізде бар екен. 2 көбейтілген 1 бөлінген 4-ке қысқартам, сонда 1 бөлінген 2 қалады дейміз. Болды. Демек, x2-міз тең болып тұр екен 1-ге, x3-міз тең болып тұр екен 2-ден 1-ге деп жауапты жазып қоя саламыз. Келесі. Екіншісі осы есептің. Екінші есеп 3, x2, x3 және минус 9-дан 1 деп берілген екен. v1 бізде 3-ге тең, v4 бізде минус 9-дан 1-ге тең. v4-ті ашып береміз. v1 көбейтілген q-дің кубы, v1-дің орнына 3-ті қоямыз. v4-дің орнына минус 9-дан 1-ді қоямыз. q куб тең болады минус 9-дан 1 бөлінген 3 болады ғой. Демек ол астына түседі. Сонда q куб тең болады 1 минус 1 бөлінген 27-ге тең болады. 27 деген 3-дің кубы, яғни q куб тең болады минус 3-тен 1-дің кубына. Куб пен куб 1-бірін жояды, сонда q тең болады минус 3-тен 1. Минус жоймайды, өйткені 3 дәреже минусты жоямайды бізде. Енді бізге v2-ні табу керек. v2 тең болады v1 көбейтілген q, яғни 3 көбейтілген q бізде минус 3-тен 1. 3 пен 3 қысқарады, бізде минус 1 қалады екен. v3 бізде v1 көбейтілген q квадрат, яғни 3 көбейтілген минус 3-тен 1-дің квадраты тең болады 3 көбейтілген 9-дан 1 квадрат минус жоқ жері 9 пен 3 қысқарады, мұнда 3 қалады. Ойбай, кешіріңіздер. 3 қалады, 3-тен 1 шығады екен бізде. Келесі біз сіздермен x2 мен x3 жазып беруіміз керек. x2 тең болады минус 1-ге, x3 тең болады 3-тен 1-ге деп қалдырамыз. Осы біздің жауабымыз. Келесі 15-те 13. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтары геометриялық прогрессияны құрайды. Егер гипотенузаның ұзындығы 2 метрге тең болса, еселігін табыңдар дейді. Тікбұрышты үшбұрыш сызайық. Осы үшбұрышта катеттарын АБ дейміз, С гипотенуза дейміз. Біздегі АБ катет, С бізде гипотенуза. Енді айтып тұр ғой, бізге гипотенузасы 2 метр, және бұл бізде геометриялық прогрессияны құрайды деп тұр ғой. Демек біз А-ны В1 деп белгілеп аламыз, В-ны В2 деп белгілеп аламыз, және С-ны В3 қабырға деп белгілеп аламыз. Және гипотенузасы бізде 2-ге тең деп тұр. Мына екеуі бізде белгісіз, және бізден Q-ді сұрап тұр. Хорошо, давайте кеттік. Енді осы жерден Пифагордың теоремасын қолдансақ болады ғой біз. А квадрат қосу Б квадрат тең болады С квадрат деген формула бар. Бұл бізде Пифагордың формуласы. Пифагор ашып кеткен формула. Тікбұрышты үшбұрышқа қатысты осы формуланы пайдаланатын боламыз сіздермен. Алдымен, давайте V3-ті ашып алайық. V3 тең болады V1 көбейтілген Q-дің квадраты. Ол бізде тең болып тұр, екен қазір 2-ге. Енді Пифагордың теоремасын А квадрат Б квадрат С квадратты біз сіздермен геометриялық прогрессияның ауыстырайық. Сонда А квадраттың орнына мен V1-дің квадраты деймін, В квадраттың орнына V2-дің квадраты, және С квадраттың орнына V3-дің квадраты деймін. V1-дің квадраты қала береді, V2-дің квадратына ашайық, ол V1 көбейтілген Q-дің сыртында квадраты болады. V3 деген V1 көбейтілген Q-дің квадратының сыртында квадраты болады деген сөз. Бірақ бізде V3-дің мәні бар, V3-дің мәні өзін қойсақ та болады екен ғой. V3 бізде 2-ге тең ғой, ол 2-дің квадраты болады екен. Мынаны ашып жіберейік. Сонда V1 қосылған V1-дің квадраты көбейтілген Q-дің квадраты тең болады 2-дің квадратына деген сөз. V1-дің квадраты мына жерде. Енді давайте біз сіздермен V1-дің квадратын ашып көрейік. Q квадратты ашып жіберейік. Сонда қараңыздар, V1-дің квадраты қосылған V1 көбейтілген Q квадрат дейтін болса, мынау менде V3-ті бермей ма? Ал V3 менде 2-ге тең ғой. Сонда мен бұны жазалам ба? V1-дің квадраты қосылған V1 көбейтілген 2 тең болады 4 десем. Сонда менде V1-дің квадраты қосылған 2 V1, 4 бері қарап дейсек, сонда минус 4 тең болады 0-ге деген шығады екен. Осы жерден дискриминант табайық. Дискриминант тең болады 2-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 4.
4 қосылған 16 тең болады түбір асты 20. Иә, түбірге алатын болсам, ол дегенім 2 түбір астында 5. X бір X екін табайық. Минус 2 плюс минус 2 түбір астында 5 бөлінген 2. Бұл жерден 2-ні шығарып жіберетін болсам, бізде қалады минус 1 плюс минус түбір астында 5. 2 мен 2 қысқарып кетті ойлаймыз. 2-ні шығарып жібердік, сосын ол қысқарып кетті дейміз. Так, V1 тауып алдық. Енді біз сіздермен Q-ді табайық. Q-ді табу үшін біз мына жерде жаңа V3-ті ашқан едік, сол жерге апарып қоя саламыз. V3 тең болады V1 көбейтілген Q квадрат тең 2 дедік қой. Осы жерге V1-ді әкеп қоямыз. V1-іміз бізде шығып тұр минус 1-дің плюс минус түбір астында 5 дәрежесі. Плюс минус түбір астында 5 көбейтілген Q квадрат тең болады 2. Q квадрат тең болады 2 бөлінген 1-дің плюс минус түбір астында 5. Квадраттан құтылу үшін екі жағын түбірге аламыз. Сонда Q тең болады түбір астында 2 бөлінген 1 плюс минус түбір астында 5 болады екен. Яғни осылай қалдырамыз. Басқа ештеңе істей алмаймыз бұл жерде біз. Келесі, осының екіншісі. Екіншісінде бізге айтады гипотенузасы 6-ға тең дейді. Тікбұрышты үшбұрышсыз боламыз. Гипотенузасын 6 деп аламыз. Яғни мына жерді 6 дейді. С қабырғасы 6-ға тең, А қабырғасы, Б қабырғасы. Мынау бізде B2, мынау бізде V1. Пифагордың формуласын аламыз. А квадрат қосу Б квадрат тең болады С квадрат. А-ның орнына біз V1-ді береміз. V1-дің квадраты қосу V2-ның квадраты тең болады V3-дің квадраты деп, е? V1-дің квадраты қала берсін. V2-ның квадратын ашамыз. V1 көбейтілген Q-дің сыртында квадраты. V3-ті біз 6-ның квадратына ауыстырамыз. V3 бізде 6-ға тең екен, мына жер бізде V3-ке тең. Сонда V1-дің квадраты қосылған V1-дің квадраты көбейтілген Q-дің квадраты тең болады 36. V1-дің квадраты қосылған V1 көбейтілген V1 Q квадрат тең болады 36. Ал мына жердегі V1 көбейтілген Q квадрат деген ол V3-ті береді, яғни ол 6-ға тең деген сөз. Сонда V1-дің квадраты қосылған 6V1 минус 36 деп бері қарай келе салайық сразу, тең 0 деп. Сосын арға дискриминант табамыз, е? Бұл дегенім болады бізде. Дискриминант тең болады 6-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 36. 6-ның квадраты 36 қосылған 4-ті 36-ға көбейтсем. 4-6-ым 24 X ойда, 12, 14, 144. Оған 36-ны қосатын болсам 0. 7, 8, 1, 180 екен. Бұны түбірге алып түбірден шығаратын болсақ, бізде шығады. Бұл дегенім 9 көбейтілген 20 ғой. 9-дан бізде шығады. 3 түбір астында 20. 20-дан 2 шығады, тағы да 4 көбейтілген 5 деп, сонда 6 түбір асты 5 екен, 36 көбейтілген 5 деп жазсақ болар еді. Енді V1, V2-ні табайық. V1, V2-міз тең болады минус 6 плюс минус 6 түбір астында 5 бөлінген 2. Екінші шансына шығарып жіберейік деп бөліп тастайық. Сонда минус 3 плюс минус 3 түбір астында 5 шығады екен. Енді бұны апарамызда біз V3-ті ашып қоямыз орнына. V3 тең болады V1 көбейтілген Q-дің квадраты, ол тең болып тұр 6-ға. V1-ның орнына біз қоямыз минус 3 плюс минус түбір астында 5 көбейтілген Q квадрат тең болады 6-ға. Жақша аламыз. Q квадрат тең болады 6 бөлінген, үшіміз бар. 6 бөлінген минус 3 плюс минус 3 түбір астында 5. Осы жерден біз сіздермен 3-ті жақшанысына шығарып жіберсек болады астынан, не? Сонда 6 мен қысқарса төбесіне 2 алады. Минус 1 плюс минус түбір астында 5 қалады. Сосын екі жағында түбірге аламыз. Сонда Q тең болады түбір астында 2 бөлінген минус 1 плюс минус түбір астында 5 болады екен. Осымен есеп бітті. Келесі. Бесе 14. Айтпақшы, егер жазылып жатқан есептер сіздерге керек болса, осылай жазылып тұрған вариант керек болатын болса, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен сіздерге жіберіп беремін. 15-4. Дөңес 4 бұрыштың бұрыштарының шамасы еселігі 2-ге тең шекті геометриялық прогрессияны құрайды. Шекті Q тең 2-ге дейді. 4 бұрыштың бұрыштарының шамаларын табыңдар. Енді дөңес болатын болса,
және ол бізде төртбұрыш деп тұр ғой. Яғни төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде 360 градусқа тең ғой. Демек, бұл дегенім V1 қосылған V2 қосылған V3 қосылған V4 тең болады 360 градус деген сөз, иә? Яғни 360-қа тең болады. Осы жерден V1-ді ашайық. V1 көбейтілген Q, V1 көбейтілген Q квадрат және V1 көбейтілген Q куб тең болады 360-қа. Q берілді ғой бізге, орнына қойып шығамыз. V1 қосылған V1 көбейтілген 2, қосылған 2-нің квадраты 4, қосылған V1 көбейтілген 3, 2-нің кубы бізде 8, тең 360-қа. Сонан 2V, 4V, 8V ғой. 8V-ға 4V-ны қоссам, маған 8V-ға 4V-ны қоссам 12V, 12V-ға 2-ні қоссам 14V, оған V1-ді қоссам 15V шығады, сонда бізде. 15V1 тең болады 360-қа, V1 тең болады 360 бөлінген 15. 360-ты 15-ке бөлсем, 2-ден берем, 64, 24, сонда. V1 тең екен 24-ке. Енді әрбір бұрышын тауып шығайық. Ол үшін V2-ден бастайық. V2 тең болады V1 көбейтілген Q, яғни 24 көбейтілген 2 тең болады 48. V3 тең болады V1 көбейтілген Q квадрат, яғни 24 көбейтілген 2 квадраты 4. 24 4-ке өйтсем 4 4-тім 16 бір ойда, 4 2 8 ойда мен 9 96 екен. V4 тең болады V3 көбейтілген Q, яғни 96 көбейтілген 2, 2 6-тім 12 бір ойда, 2 9 18 ойда мен 19. Болды, V4-пен тоқтаймыз. Сонда жауап жазатын болсақ, жауап бұрыштары болады екен 24, 48, 96 және 192 градус. Барлығына градус салып шығыңыздар. Бітті. Келесіге кеттік. Жоқ, екіншісі бар екен. Үшбұрыштың бұрыштарының еселігі 3-ке тең, Q тең 3-ке. Геометриялық прогрессияны құрайды. Үшбұрыштың бұрыштарының шамаларын табыңдар. Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең, демек V1 қосу V2 қосу V3 тең болады 180 градусқа. Ашып шығамыз. V1 қосылған V1 көбейтілген Q қосылған V1 көбейтілген Q квадрат тең болады 180. Q-дің орнына 3 қойып шығамыз. V1 қосылған V1 көбейтілген 3 қосылған V1 көбейтілген 3-тің квадраты, яғни 9, тең болады 180. 9 V1-ге 3 V1-ді қоссам 12, 12-ге 1-ді қоссам 13 V1. Сонда 13 V1 тең болады 180 градусқа, V1 тең болады 180 бөлінген 13-ке. Осылайына қалдыра салайық. V2-ні табайық. Өйткені 180 13-ке бөлінбейді. Негізі бөлген кезде жуықтап шығады. 13,8 деп алсақ болады жуықтап. V2-ні табайық. V2-ні табу үшін біз V1-ді Q-ға көбейтеміз. Сонда ол тең болады. V1 бізде 180 бөлінген 13 болды ғой. 180 бөлінген 13 көбейтеміз, Q-мыз бізде 3-ке тең. 180-ді 3-ке көбейтетін болсақ, ол 540. 540 бөлінген 13, жуықтап алған кезде 41,5 градус болады екен. V3-ті табатын болсақ, V1-ді көбейтеміз Q-дің квадратына, яғни 180 көбейтілген бөлінген 13-ті көбейтеміз 3-тің квадраты 9-ға. 189-ға өйтсем 1620 бөлінген 13, оны жуықтайтын болсақ, бөлінгенде 124,6 градус шығады екен. Сонда жауаптары бізде болады. Бірінші бұрышы 13,8 градус, екінші бұрышы 41,5 градус, және үшінші бұрышы 124,6 градусқа тең екен. Осымен есеп аяқталды. Келесіге кеттік. Келесі 15-те 15-ші есеп. Геометриялық прогрессияның екінші мүшесі бірінші мүшесінің 20% құрайды. Прогрессияның бесінші мүшесі үшінші мүшесінің қанша пайызын құрайды дейді. B2 тең болады V1 көбейтілген 20%. 20%-ді ондық бөлшекке ауыстырсақ, ол бізде 0,2-ке тең болады. Себебі 20% дегенім, ол пайыздың астына біз всегда 100 береміз ғой. 0 мен 0 қысқарады, сонда 0,2-ні береді деген сөз, жақсы ма? Енді қараңыздар, мына жерде мен V2-ның формуласын жазайыншы. V2 тең болады V1 көбейтілген Q емес па? Енді V1-дің орнында, міне V1-дің орнында V1 тұр, ал 0,2 Q-дің орнында тұр ғой. Демек, бізден осы жерден тұжырым шығады, что Q тең болады 0,2 деген сөз. Қарай, бізге айтты, 5-ші мүшесі, 3-ші мүшесінің қанша пайызын құрайтын тап деді.
v5 тең болады v1 көбейтілген q-дің төртінші дәрежесі. Енді бізге үшінші мүшесін деп тұр ғой, сондықтан v-шке келтіріп алайық біз. Сонда мен айта аламын ба, v1 көбейтілген q-дің квадраты көбейтілген q-дің квадраты десем болады ғой, q-дің төрт дәрежесін. Яғни ол q-дің төрт дәрежесі дегенім q-дің квадраты көбейтілген q-дің квадраты деп ашып алдық былайша айтқанда. Ал v1 көбейтілген q квадрат дегенім маған береді екен v3-ті, иә? Ол v3-тің формасы өткен. Сонда жазып аламыз v3 көбейтілген q квадрат деп. Ал q-дің орнына біз қоямыз 0,2-ні. Сонда v3 көбейтілген 0,2-нің квадраты. v3 көбейтілген 0,4 болады, иә? Әдемі жазайын қазір. 0,4 болады екен. Демек, ол бізде 0,4-ті құрайды, ал ол 0,4 деген ол 4%. Сонда жауабы 4%-ын құрайды деген сөз. Екіншісін шығарайық. Геометриялық прогрессияның екінші мүшесі бірінші мүшесінің 110%-ын құрайды. v2 тең болады v1 көбейтілген 110%. Пайыз даусы жіберейік бірден. v1 көбейтілген 1,1 болады. Яғни жаңа айтқанымыздай, v2 дегенім ол v1 көбейтілген q деген сөз. v1-дің орнында v1 тұр, q-дің орнында 1,1 тұр. Бұл жерден кеп шығады бізде. q тең болады екен 1,1-ге деген сөз. Прогрессияның алтыншы мүшесі төртінші мүшенің қандай пайызын құрайды? v6 тең болады v1 көбейтілген q5 қой формула бойынша. Оны біз v4-ке келтіру үшін v1 көбейтілген q-дің кубы және көбейтілген q-дің квадраты деп аламыз. Яғни 3-ке 2-ні қоссам 5 дәрежесі шығады, иә, q-дің. Ал мынау бізде v4-ті береді. Сондықтан біз оны жазып аламыз v4 көбейтілген q-дің квадраты деп. v4. Сонда v4 көбейтілген 1,1-дің квадраты. 1,1-дің квадраты ол 1,121. Демек, 1,121, яғни 121%-ын құрайды деген сөз. Сонда жауабы болады екен 121%. Келесі, үшіншісі. Бізге айтады, геометриялық жинақ банкіне салынған ақша жылына 8% өсім береді дейді. Егер банкке 8.000 теңге салса, 10.000 теңге салса, онда салым 2 жылдан кейін қанша теңге болады дейді. Біз 8%-бен 100.000 теңге салып отырмыз, иә? Бірінші жыл деп қояйық. Бірінші жылда біз аламыз 100.000 теңге. 100.000 теңгенің 8%, ол 8.000 теңге ғой. Сонда 8.000 теңге қосамыз деген сөз, иә? Сонда 108.000 теңге аламыз деген сөз. Пайыз есептеп білесіздер ғой, иә? Екінші жылы біз уже 108.000 теңгеден есептейміз ғой. Сонда 108.000-ді қосамыз, 108.000-ді көбейтіп 8%-ға. Пайыздың астына 100 беріп жіберейік. 0 мен 0-дерді фық-фық еткізейік. Сонда бізде шығады 108.000 қосылған 8 0 0, 8 8 64. Сойда 8 1 8, 8640 теңге қосады екенбіз. Сол кезде бізде болады 116.640 теңге. Яғни біз 2 жылдан кейін сіздермен 116.640 теңге алады екенбіз. Бұл негізі прогрессияға қатысы жоқ сияқты. Төртінші есеп. Бір жылда тауардың өзіндік құны 5%-ға төмендеген дейді. Тауардың алғашқы бағасы 10 теңге болса, тауардың 2 жылдан кейінгі құнын табыңыз дейді. Жақсы, көрейік. Бір жылда тауардың өзіндік құны 5%-ға төмендеген. Яғни ол 10.000 теңге еді. Бірінші жыл, иә? Одан азайтамыз. Бірмен жазылайыншы мен бір жыл деп. Бірінші жылы ол 10.000 теңге еді. Одан азайтамыз 10.000-ды көбейтіп 5%-ға. Пайыздың астына 100 берейік. 0 мен 0-дерді фық-фық еткіземіз. Сонда бізде болады 10.000 азайтылған 500, иә? 10.000-нан 500 теңгені азайтатын болсам, бізде шығады 9.500. Екінші жылы ол 9.500 теңгеден азайтамыз 9.500-ді көбейтіп тағы да 5%-ға. Ол жерде тағы да 100 болады, 0-дер фық-фық ете алады. Сонда 9.500-ден азайтамыз 5.525, 45, 45-ке 2-ні қоссам 47. 475 теңге азайтады екенбіз. 9.500-ден 45 теңгені 475 айтам. 5, 9-дан 7-ні азайтам 2, 4-тен 4 азайтам 0, 9. 9.025 теңге шығады екен. Демек, жауабы 9.025 теңге болады 2 жылдан кейін деген сөз. Келесі.